Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу пәнінің бүгінгі тақырыбы аңдар да сөйлейді. Және мәтін Асылбековтың түлкі мен тиін мысалы. Оқу мақсатымыз кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетіне баға беру. Бірінші жұмбақтарды шешіп алайық. Өзі айлакер, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Бұтақтарға секіріп, әр жерден қылт етеді, кейде жаңғақ кеміріп, жоғары өрлеп кетеді. Міне балалар, осы жұмбақтардың шешуін табасыздар. Келесі бөліміміз ой қозғау бөлімі. Түлкі мен тиін туралы не білесіздер? Түлкі жыртқышаң, ол інін өзі қазады. Әр күшік жеген сайын 4 немесе 6 немесе 12-ге дейін де туады. Түлкінің есту, сезу қабілеті жақсы дамыған, бірақ көруі әлсіз. Қыста тышқан аулайды. Ең сүйікті асы сұр тышқан, көжек, қаз, құр, балықты да жібереді. Ал тиынға келетін болсақ, ол орманда, тоғайда өмір сүреді. Ол секіруге икемді. Бұтақтан бұтаққа, ағаштан ағашқа секіріп жүреді. Жыртқыш аңдардан бұтаққа секіріп жүріп қорғанады. Ол жаңғақпен қоректенеді. Тиынды қорғау керек. Терісіне жаға тігеді. Ал автор туралы айтатын болсақ, бұл мысалдың авторы Асылбеков 1 мамыр 1938 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында дүниеге келген. Ақын әнге сөз жазады, кейде мысалда жазады. Мектепте мұғалім, қазақ радиосында әдеби қызметкер болып жұмыс істеген. 24 жыр кітабын шығарған. Алтын дән, сиқырлы сыбызғы, балбұлақ ертегілерін жазған. Аңыздар, өлеңдер, сатиралық өлеңдер де жазған. Енді кітабымызды ашамыз балалар. 86 бетте түлкі мен тиын. Осы мысалды оқисыздар. Дәптермен жұмысқа сөздік жұмыс жүргізесіздер. Қиыр, алыс, маң, өте жақын жер, жайрады, сұлап жатты, өліп жатты деген мағынаны береді. Ал мына жерде түлкі мен тиынге мінездеме бересіздер. Екеуі де аң. Сөз байлықтар мен ойлау қабілеттеріңді дамыту мақсатында мына сұрақтарға жауап бересіздер. Түлкі тиынге кездескен сәтте не дейді? Тиын оған қандай жауап айтты? Сол сәтте қандай жағдай болды? Қаяңның айласы басым түсті деп ойлайсыңдар. Тиын мен түлкіге сипаттама жасаңыздар. Сөз жұмбақты шешесіздер. Мысал дегеніміз не? Мысал көбінесе ақыл, мақал, мәтелге, ертегіге жақын болғандықтан халық ауыз әдебиетінің бір саласы болып есептеледі. Мысал көбінесе жағымсыз әрекеттерді сынауға, шенеуге құрылады. Мысалды нақыл сөз болады. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мейірімділік жүректен, мейірімсіздік білектен деген осы нақыл сөз есімізге түседі. Енді сіздерге тапсырма, түлкі мен тиын мысалын оқисыздар және 88 беттегі 6 тапсырманы орындап, кері байланыс жібересіздер. Бүгінгі әдебиеттік оқу пәнінің тапсырмасы осымен аяқталды. Сау болыңыздар.